Алло. Азат Саятова? Сәлеметсіз бе? Бағанағы қылғылдарым үшін кешірім сұраймын. А что если ошол сіздің өлеңдеріңізді жақсы бір шай ішіп тыңдасақ? Жақсы, келістік. Ну тогда до встречи. Братан, үйдің хозяйкасы дерзкий екен, Қайдағы хозяйка, мынау біздің конкурент. Конкурент дерзкий екен. Француз? Сен тупойсың ба? Сен вообще конкурент деген не екен білесің ба? Конечно. Конкурьер француз тілінен аударғанда дерзкий қатын деген. Вот сол дерзкий қатынның кесірінен мен 40 миллион тұратын үйді 50 миллионға көтеріп тастадым. Ара сыйластық болса, қимастық болса, баянды өмір. Ара күндестік болса, түсінбестік болса, баянсыз ғұмыр. Әр жақсы адам бауырым, келмейді жолда қалдырған. Қайда жүрсең де қайда жанашыр болуды ойла. Талай түсең де сынға, ешкімді батырма мұңға. Ақымақсың ба? 40 деп келістік қой, Білем 40 деп келіскенімізді. Бірдеңе қылып алып қалу керек үйді. Өлді дегенде нормальный бағаға сатамыз ғой осы. Конечно. 50-ге алсақ 80-ге смело сатып жібереміз, болды. Үстіндегі тиын өзімізде қалады. Тема ма? Тема. Бірақ ана кісі келсе ме? Ой, бар екен ғой. Досым, план бар. Екеуің жүресіңдер. Жүріп, үйленесіңдер. Той болады, балалы боласыңдар. Балалардың миын жейм. Америкаға оқуға кетеді. Артынан сендер көшесіңдер. Мен үйді сатам, жарты ақшасын ақтырып жіберем. План жақсы. Бірақ сен серьезно, сен тупой емессің бе? Біздің батя немересін Америкаға жібереді деп ойлап тұрсың ба? Жарайды онда. Ақшаны ақ керек бар. Қайдан? Паханнан қалай аласың сен? Манағы әңгімеден кейін қалай қай бетімен сізбен барамыз? Қалай барамыз ол жерге? Қалай бағамыз? Шығамыз, сола бұғамыз, абайға түсеміз, прямой оғамыз. Вариант кеттік тұр. 30 миллион деңдер. Әке, біз бұл жақтамыз ғой. Маған 10 миллион, Бекежанға 20 миллион теңге болса жетеді. Оны несіне мәймөңкелетіп отырсыңдар, екіге бөліп. Қанша керек жалпы? Сол ғой керек. Маған 20 миллион кімге? Французға 10 миллион берді. Не деп отырыңыз, бұлжырап, саған қанша керек сонымен? Неге ынжықсың сен, сені бір батыр болсын деп атыңды Бекежан қойдың ғой. Айт, қанша керек саған? Жоқ, керек емес. Айт дейме саған. 20 миллион. Көзіме қарап айт. Керек емес, берме. Қанша керек? Керек емес. Айт дейме саған. Керек емес. Көзіме қара. Қара дей маған көзіме. Қара. Қағаз. 20 миллион керек деп айт, көзіме қарап айт дед. 20 миллион керек маған. Маған 20 миллион керек. Қанша? 20. Мә саған 20 миллион. Рахмет. Жақсы. Ойбай, балам, француз балам саған не болды?
Әкем маған осылай ұқсайды. Kimge oxsaytın et deysin? Ұқсамайды, ұқсайды деймін. Kimge oxsaytın et deysin? Ай, ұқсамайды, ұқсат. Ha, ruhsat diye. Oy boy. Әкем ай, көзі тағы болғанда ақшасы қалмайды дедім. Ой, ешкімге. Oy boy canım. Kaça gerek sağan? 10 milyon teki. Mene 10. 10 milyon. Rahmet. Sana mayak koyun. Tügel be. Boldu endi. Barыңдар. Barыңдар endi. Әке, таксиге теңге бар ма? Kaydağı tenge, ekiyen ağzına urayın senlerden. Саламатсыз ба? Шынарчика, қалайсың? Жақсы. О, рахмет. Өте әдемі гүлдер. Сен бағана ана Азат Саятұлы, давайте о будущем поговорим. жарайды. Шынарчика, менің саған бір үлкен өтінішім бар. Мен саған сен десем бола ма? Әрине. Олай болса, мен бүгіннен бастап сен үшін просто азатпын. Просто Азат. Официант, бізге маған және менің кім десем екен? Шынар. Маған және менің Шынарыма осы ресторанның ең жақсы виносын әкеліңізші. Азат Саятұлы. Просто Азат. Бүгін журналды оқып шықтым. Интервьюіңіз өте әсері болыпты. Суретіңіз былай басқаша болып шыққан. Мен ана Москвадан специально Рафаэль деген фотографты алдырдым ғой. Точно. Вот что-то изменилось. Да ладно, это... Давай ол вино келем дегенше поэзия әлеміне шолып қайтсақ қалай қарайсың? Әрине. Жаңа ғана сен келем дегенше бір тамаша бір сиясы кетпеген бір өлең жолдарым бар. Екі құс жүр бірін-бірі қуалап, біз жайлы ғой. Екі құс жүр бірін-бірі қуалап, махаббаттың әсем бағына қуанып, анау жерде екі тал тұр, екі құсқа оң көзімен қарап. Алло? Не болып қалды? Не болып қалды? Мен өте бір маңызды кездесуде отырмын. Тал үстінде екі құстың ұясы бар, ішінде домаланған жұмыртқалар. Мен сіз ешқалай болмайды ма енді? Баласына азық тауып беріп жүрген, аман болсын, құс болған ата-аналар. Жақсы, түсіндім. Қас келеді. Екі құс жүр бірін-бірі қуалап. Біз жайлы ғой. Өте керемет. Супер. Шынарчика, сен, видимо, білмей шығарсың. Мен вообще негізі мықты психологпын. Да? Сенің көзіңде бір мұң, жүрегіңде бір қаяу, көңіліңде бір алаңдаушылық бар сияқты. Я, Азат, от вас ничего не скроешь. Мен жаңа үй алғам. О, в чем проблема? Үйдің иесі бағасын көтеріп жатыр. 10 миллионға көтеріп жатыр. Қанша? 10 миллион. Аз емес екен, е? Я. Точно. Все, решено. Таптым шешімді. Арсен бар ғой. Баяғыдан бері соған звондамай. Арсен деген кім? Жақсы досым. Не, Шынарчика, какой Арсен? Не надо. Зачем Арсен? Мен бармын ғой, ничего. Да? Да, все. Ертең бухгалтериядан барып алып кетесің. Все-таки мен Арсенге звондайын. Өйткені маған прям сейчас керек болып тұр ғой. Не, Шынарчика, давай, не надо. Не надо.
азыр экөөбүз үйгө барабыз да. Сонан кийин экөөбүз жаңа экөөбүз Акчаны аламыз. иә, в общем, үйдө бар. Онда қазір барайық. Міне Шынарочка, үй осы. Керемет. Терлет. Располагайся, как у себя дома. Музыка тыңда. Ал мен қазір. Рахмет, Азат Саятова. Ну, да. пересчитывать не буду. Доверяю вам как своему отцу. Аспаймыз. Екеуміз қазір осы жерде. Ашпай қойыңыз. Кеш болып қалды уже, мен... Күте тұрады, ничего страшного. Все-таки ертең совещание с утра. О, дела у нас. Шынар, я думаю, все-таки сен отырасың. Біз екеуміз поэзия әлеміне барып қайтамыз. Поэзия. Да. Минуточку. Бывает. Алло? Келіп қалдыңыз ба? Ой, рахмет аға. Қас шығам, қас. Ага, сейчас уже, быстро. Ага, рахмет. Вот когда не надо, сразу быстро приезжает. Ну, такси келіп қалды уже. Саят, большое вам спасибо. Как только сразу ақшаны қайтарып берем. Шынар, Саят менің әкемнің аты. Кешіріңіз, с кем не бывает. А еще, кстати, мен өз журналыма интервью берген жоқпын. Ну, значит, бересіз. Никогда не поздно. Тем более вам. Сау болыңыз. Шынар, сәлем. Шынар, қалайсың? Кешіріңіз, мен уақытым жоқ. Асығыспын. Шынар, мен дүкенге барып келейінші. Маған кету керек. Шынар, өтініш балаларды аяшы, Шынар. Тезірек только, пожалуйста, тезірек. Иә, тез келем қазір. Кешіп қалған жоқпын ба? Жоқсың. Бақша келдің ба? Я, келдім. Аналар келген жоқ па? Келінбеді. Ура!
Сен не істеушін? Менің үйімде не істеп жүрсіңдер? Менің үйімде. Қалай? Біздің үйде. Сен не істеп жүрсің? Ой, Менде документтер бар. Көрсет. шығар. Бұндай бізде де бар. Көрсет. Көрсетейін бе? Көрсет. Қара, қара. Оқу білесің бе? Дұрыстап қара. Мүмкін емес. Мүмкін. Бәрі мүмкін. Так. Берші. Нормально тұр. Сендер бір-бірлеріңмен таныс емессіңдер ма? Сен танисың ба? Таза уголовка ғой. Бөлімшеге барып шешеміз, жаз. Я, тыңдап тұрмын. Рахмет, жігіттер, құттықтауларыңа. Кешке жуамыз. Иә. Все. Туған күні өзбен, братан. Рахмет. Рахмет. Так, бәрің роводыға. Жүрміз. Жүр. Жүр деймін саған. Осы қыз көрсе қолынан қайратын не деді сен, ка? Жүр еді ғой, жүр. Бол. Ема, какой-то кемпірге алданып қалып 50 миллион теңге ұстатып жүр. Ё-моё. Так, дайынсыңдар ма? Дайынбыз, братан, тез шақырыш бар ма? Асқар, кіргіз жаңа кісілерді. Кіргіз, Асқар. Саламатсыздар. Мына кісілердің ішінде сендерге үй сатқан апа бар ма, қараш? Апалардың. Братан, мына кісіде апам ма? Ол менің шалым ғой, қызғанша көз ешқайда кетпейді. Жарайды, тұра берсінші. Жарайды, бұлай шетіне тұрасыз ба? Не қыласыңдар, тұра берсін, ата екен Тұрас. Сен қалжыңдай берме. Осы кісілердің ішінде бар ма, жоқ па? Қызылдағы апа. Точно. Аузын жауғыш сен. Сен вообще көрген жоқсың ғой? Екеуміз көрдік қой тек қана оны. Жоқ, мұнда жоқ. Әзірге қарай беріңдерші, мен қазір келем, я? Қайда еттің, братан? Апа, бір нәрсе сұрасам ренжімейсіз ба? Жоқ, сұрай ғой. Сіз отырғансыз ба? Жоға, Ношы? жастық шақ қой. Ерік таңба салып алған ғой. Кешіріңіз. Осы сен екеуіңе қарасам, көп балалы болатын сияқтысыңдар ғой. Рахмет, апа. Жоқ, біз үйленбегенбіз. Онда көпке созбай үйленіңдер, балалы болыңдар. Неменесін уақыт? Тоқтаңыздар. Немене мына жерде құдалық қылып жібергенсіздер? Аға, шыға тұрыңызшы, апа. Рахмет сіздерге, құрметті апалар. Тәте, түсіңізші, өтініш, шыға тұрыңызшы. Жарайды. Біздікіне бұл. Рахмет. Тұрсына түсіңіздерші. Че там, табылды ма, не? Қандай жаңалық? Өтініш, мен өзім хабарласам, следствие жүріп жатыр. Түсіңіздерші. Не болды енді? Жоқ, сен ана кемпірді таптың ба, тапқан жоқсың ба конкретно? Айтшашы соны, брат. Бекежан, төлеген бет кім еді? Бекежан бет. Қыз жібек, ол тезек. Не қылшы? Сендердікі нет, убийство мет, нет. Қайдағы убийство? 50 миллионнан екеуміз лақтырып кетті 100 миллионға. Я хабарласам. Қашан хабарласасың? Давай, тауып бер енді бізге. Қас. Не істеп кеттің ғой? Мен сен айтайын, мына следакпен екеуміз ана кемпірді 1 жыл іздейміз. Енді? Не енді? Ойлау керек бірдеңе. Давай ана коттедж сатып жіберейік. 80 миллион өтеді анау железный орға, клиент бар как раз. И 40-40-тан тең бөліп аламыз. Нормально емес пе? Мен сол коттеджі 50-ге алып, 40-қа сатайын ба? Армандапсың. Че, 10 миллионға ола жылайсың ба не? Жылайым. Мен 50 миллион алам, или үйді алам.
басқа вариант жоқ мұнда. Жарайды, сен 50 миллионыңды береміз. Қалған өзімізге қалады, короче. Келістік пе? 50 миллион. 50. Келістік. Жылғы. Басеке, ойшым былай ғой, біз ойланып бір шешім шығардық. Иә, қандай? Арызды қайтып алатын болдық. Қандай шешім? Не айтып отырсыңдар сендер? Үйді сатып, ақшасын тепе-тең қылып бөліп алатын болдық. Өзіміз келсеміз, ар жағында арызды қайтып берсеңіз. Қазір тұратыш. Не, баяғыдан бері солай жасамайсыңдар ма? Не, миымды ашытып жүрсіңдер? Кешірім сұраймыз, кешірім. В общем, так, комиссия бар ма? Нені? Комиссия не істейміз? Жоқ, сіз бізден пара сұрап тұрсыз ба? Пара? Қайда пара? Қайдағы параны айтып отырсың? Так, бетекші. Так, Төлеген. Ау, Төлеген. Бекежан. Не болып жатыр, брат? Болды. Рахмет, барыңдаршы. Үйді арестке қойдым. Ешкім ешқандай сата алмайды. Бар. Не үшін?